Кеңес одағы Мұстафа Шоқайдың бүкіл суретін жойған кезде, бұның суретін Қазақстанға алғаш рет алып келген Бақыт Садықова. Бақыт Исайынқызы Садықова, саяси ғылымдар докторы, филология ғылымдар кандидаты. Бұл кісі 1945 жылы желтоқсан айында Павлодар облысы Май ауданында дүниеге келген. Алматыдағы және де Мәскеудегі шет тілдер оқу орнында білім алған. Бақыт Садықова негізі дипломат болған, филолог болған. Ол Қазақстанның сыртқы істер министрлігінде жұмыс істеп жүрген кезде алғаш рет Мұстафа Шоқайдың еңбектерімен танысады. Бақыт Садықованың бірнеше кітабы жарық көрген. Ең алғашқы кітабы 2001 жылы жарық көрген. Бұл кітабында Бақыт Садықова Мария Шоқайдың еңбегін орыс тіліне аударады. Кейінде ол Мұстафа Шоқай деген кітабын, Мұстафа Шоқай эмиграция деген кітабын шығарады. Жалпы ол кісінің 20 жылдық, 30 жылдық еңбегінің ішінде 6 кітабы жарық көрген. Бақыт Садықованың қандай кітаптары жарық көрген? Ең алғаш кітабы 2001 жылы Мария Шоқайдың кітабын аудармасы болып шыққан. Кейінде 2002 жылы История Туркестанского легиона в документах деген еңбегі шыққан. 2004 жылы Бақыт Садықованың Мұстафа Шоқай атты еңбегі. 2007 жылы Мұстафа Шоқай жайлы және де Прометей қозғалысы жайлы француз тіліндегі кітап жарық көрді. Ал 2009 жылы эмиграциядағы Мұстафа Шоқай деген кітап жарық көрді. 2016 жылы Бақыт Садықованың Түркістан милли бирлиги, яғни атау түркше, бірақ мазмұны орыс тілінде жазылған кітабы жарық көрген. Жалпы осыменен Бақыт Садықованың 6 кітабы бар. Бақыт Садықова 2025 жылдың желтоқсан айында 80 жасқа толды. Оның 80 жасқа толуына орай және де 2026 жылы Мұстафа Шоқай әлемде жүргеніне 30 жылдығына орай бұл жинақты жаза бастадық. Мен бұл жинаққа 25 жылдың желтоқсанына кірісіп, 26 жылдың сәуір айында аяқтадым. Бұл еңбек не үшін керек? Бұл жинақ не үшін қажет? Бұл жинақта Бақыт Садықованың 1996 мен 2020 жылдар арасындағы жарияланған барлық мақалалары жиналған. Бұл жинақтың мақсаты тек Бақыт Садықованың еңбектерін жинақтап қою емес, 20 ғасырдың басындағы күрделі саяси үдерістерді түсіндіретін құрал ұсыну. Себебі Бақыт Садықованың еңбектері бұл саяси идеологиядан, түрлі көзқарастардан дербес жазылған, сыни тұрғыда пайымдалған еңбектер. Оның еңбектерінде объективтілік өте қатты байқалады. Бақыт Садықованың түгел еңбектері Мұстафа Шоқайдың эмиграциядағы қызметіне арналған және де оның эмиграциядағы қызметіне қатысты таза саяси шындықты жеткізуді көздейді. Бұл жинақ негізі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде 96 мен 20 жылдар аралығындағы мақалалары, екінші бөлімінде Бақыт Садықованың берген сұхбаттары, одан кейін үшінші бөлімінде Бақыт Садықованың аудармалары берілген. Келе Бақыт Садықованың еңбектерін біз Мұстафа Шоқайды, эмиграцияға кеткен түркістандықтар, Түркістан легионы, Прометей қозғалысын зерттейтін, осыған қызығатын тұлғалар, азаматтар, ғалымдар үшін өте қажет дерек ретінде ұсынамыз. Бұны оқу бәріне міндетті және де өте қажет.